Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бөлме температурасындағы майымызды шекермен жақсылап араластырып, езіп алатын боламыз. Жақсылап араласқан май мен шекерді жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап араластырамыз, яғни жұмсақ масса шығаратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ масса шығаратын боламыз. Келесі кезекте қолдың көмегімен жұмсақ қамырымыз шығады. Қамырымызды жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Жиырма 6 сантиметрлік формаға қамырымызды орналастырамыз. Дайын болған қамырларымыздың шет-шетін дәл осылай тегістеп шығатын боламыз. Шанышқының көмегімен. Және де қамырымыз көтеріліп кетпес үшін ортасынан шанышқының көмегімен тесіп алатын боламыз. Келесі кезекте бұл қамырды тоңазытқышқа қоя тұратын боламыз. Яғни ортасындағы салмасын дайындап аламын дегенше 10-15 минут тоңазытқышта тұрады. Сүзбемізге шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Және де бір жұмыртқамызды салып, соңынан қаймақты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке жаңағы дайын болған қамырға осы ортасындағы салманы салып пісіріп алатын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын.
салмасын дәл осы видеода көрсетілгендей орналастырып шығатын боламыз. Бұл бәліш 30-35 минут көлемінде пісіп шығатын болады. Дәл осы мен жасағандағыдай жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Және де қонаққа ұсынғанға да ыңғайлы. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.